бір заттар бар, огурцы, зекет төленбейтін. огурцы, потом такая ищет, тыква похожа на огурец, похожа на тыкву. Да ма? Сосын. Потом дальше не знаю, только двое Жылқыдан бере похожи. ма зекет, жылқыдан? М? Жылқыдан зекет беріле ма? Жоқ. Құлдардан ше, құлдардан төлене ма зекет? Жоқ. Құлдардан зекет төленбейді, жылқыдан төленбейді. Ұзақ сақталмайтын продуктілер бар, ұзақ сақталмайтын. Мысалы, қауын, картоп, огурцы, помидорлар ұзақ сақталмайды, олардан берілмейді. Ал ұзақ сақталатындар бар, мысалы айтайық, жүзім. Оны кептіріп қоясың да, болды, ол не? Жылдап тұра береді. Олардан зекет береді, жүзімнен, құрмадан кептіріп қойсаң болды. Бидайлардан, тем более. Ол не? Құртылмайды шығар, сеніңдер ме? Құртылмаған соң тұра береді. Так. Мынау хадисті алайық онда, мынау оның зекет төлемеген қандай жаман. Субханалла, зекет төлемегеннің қандай азаптары бар. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم مسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قال لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ هما رواه ثلاثة وإسناده قوي. Жақсы иснатпен әкеледі. Кімдер? Насаи, Абу Дауд, ат-Тирмизиден келеді. Амр ибн Шуайб қолында қызы бар екен, кішкентай қызымен. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келсе, ол қыздың қолында не бар? Екі алқа. Алқа деп айта ма, не дейді? Браслет қолына таққан. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сұрайды: сен мынау қолындағы алқадан зекетін бердің ма деп сұрайды. Ол жоқ деп жауап береді. Сен разысың ба дейді. Қиямет күні Алла тағала осы екеуінің орнына екі оттан, тозақтың отынан түсірген жаңағы алқа қолға таққанды жақсы көресің ба дейді. Әрине адам жақсы көрмейді, оттан қолына алқа тағылған. Ол дегеніміз оның берсін деп айтқан. Бұл мәселеде негізі үлкен хилаф бар. Әшекейленетін заттар бар ғой әйелдердің. Сақина, сырға, алқа, мойынға тағатын, солардан бере ма, бермей ма деген. Біреулер осы хадистерге қарап айтады, беру керек дейді. Біреулер айтады, жоқ, одан берілмейді дейді. Өйткені ол ақша емес. Оны адам деген не бір жерге жинап қоймайды. Бұл деген жай әшекей дейді. Адам тағады, әйел адам тағады оны, әйел болған соң. Одан бермейді деп айтады. Сол үлкен хилаф бар. Сол хилафтан шығу үшін әдемісі бере салған жақсы. Мысалы айтайық, бүкіл алтын күмістерін жинадың, ақшаларын жинадың, банкте қанша ақша бар, қосында 2,5% бере сал. Қолындағы мысалы алтын неше ол? Көп емес қой, 10 грамм алтын шығар. 15 грамм алтын. Соның теңгелей несін қарада, содан көп болса бір 10 мыңға жуық шығады несі, зекеті. Жылына бір-ақ рет 10 мың артық төлеп жүру дымда емес. Зато хилафтан шығасыңдар, ертең қорықпайсың да, мынада не болды деп те. Сондықтан бере салған алтыннан үстіндегі неден әшекейлен әдемі. Біреулер айтады, бірақ ғалымдар бермейді дейді одан. Өйткені ол не? Ақша үшін қолданылған жоқ, ол жай ғана денедегі әдемі әшекей деп айтады. Сол қайсы бірінің мазхабы күшті санасаң,
солай істейсің. Бердің немесе бермейсің. Егер солардың дәлелдері мен үшін қатты десең. Мынау мен бере салайын деп ықтият бабынан деп істесең, ол да болады. келесі وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاها من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو فقال أتيت الزكاة زكاته فليس بكنز. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алтыннан сол әшекей таққан екен. О, Алланың елшісі дейді. Мынау деген кәнзға жата ма деді. Кәнз деген жаңағындай не сокровище, байлық. Егер де оның зекетін берсең дейді, онда оған жат. Бұл жерде де мынау хадисте де көріп тұрмыз деген адамның әшекейінен төлеу керек деген мағына шығады. келесі хадисіміз عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعده للبيع. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты дейді хадисте, бізге бұйырылды дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи неден? Сатайын деп жатқан, сатып жатқан затымыздан зекетті. Абу Дауд бұны әлсіз иснадпен әкелген, бірақ мағынасы дұрыс. Мысалы айтайық, бір адамның үйі бар, бір бөлме үйі бар. Қазіргі ақшамен санағанда 10-15 миллион теңге деп айтайық. Ол зекет берілетін ақша. 10 миллион теңге деген зекет берілетін ақша. Соны осыдан бір жыл бұрын Рамаданның кезінде сатуға қойған да. Крышаға, объявлениеға шығарып қойған. Адамды далаға жабыстырып үйімді сатамын деп ше, сатылық деп. Немесе бағасын қымбат деп тұр, немесе әртүрлі себептермен соны алмады. Бірақ ол бір жыл бұрын оны сатуға қойғаннан бастап, бір жыл өткеннен кейін зекетін беру парыз. Өйткені біз білеміз, алып сататын заттардан бір жылдан кейін зекет 1 миллион теңгенің 2,5% 25 мың теңге ма? 25 мың теңге. 10 миллиондікі, значит, 250 мың теңге. 250 мың теңге сол зекетін беру керек сол. Сатылмаса да ол үй. Саналады сен үшін, және де оның бір жыл өткеннен кейін зекетін бересің, сатылмаса да ол. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في زكاة ركاز وفي ركاز خمس حديث وفي ركاز خمس. Риказ деген затым сол клад. Сол жахилия кездерінен мысалы қалып қояды ғой. Бұрынғы заманнан исламға дейінгі адамдар не істейді? Байлықтарын жерге көміп кетеді. Соның алдында тауып алдың. Адамы өліп кеткен баяғыда. Қайда екен белгісіз. Онда осы тауып алған затыңда кладтан 5-ші бөлігін Аллаға және оның елшісіне және общем Алланың жолында беріледі. 5-ші бөлігі. Процентпен айтсам, оңай десеңдер, процентпен ол 20%. Хумус деген 20%. Мысалы айтайық, бір не тауып алдық. Кладта olan алтын. Ішінде алтын бар, күміс бар, алмаз бар, әртүрлі заттар бар. Соның бәрін құнын санаймыз. Қанша құны? Айтайық, 100 миллион теңге. Немесе 10 миллион теңге ақша шықты ішінен. Сол 10 миллионның бағанағындай 2,5%-ын беріп 250 мың. 20%-ын бересің.
10 миллионның 2 миллионын 20% не істейсің? Мұсылманның патшасына соны бөледі, сосын өзі қалай қаласа қазынаға беріледі. Және сен ешқандай да не алған жоқсың. А, тауып алдың да, жай даладан тауып алдың. Вот. Сол ғалым кісілер айтады, сол тауып алған затыңның несі исламға дейінгі нелерінен болу керек дейді, байлықтарынан. Мысалы, солардың белгілері бар. Христиандардың мысалы кресттері салынған немесе сондай белгілерден білесің, ол уақытта емес, оның алдындағы уақыттағы патшалардікі екенін білсең, содан беріледі закат. Так, келесі. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في قريبة إن وجدته في قرية فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي ركاز الخمس. Ибн Маджа келген хадисте жақсы иснатпен Амр ибн Шуайбтен келеді, әкесінен, ол атасынан осы хадисті естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісіге айтады, нені тауып алған? Клад тауып алған. Қазақша не деп айтады? Кладты. Қазақшасын айтып қойыңдаршы маған, клад деген. Бұрындары болады ғой, осы мультиктерде клад болады ғой, сол пираттар ана жерге көміп кеткен анау нелерден сандықтың ішіне салып ше. Кладты қазақшасын кім біледі? Қазына дей ма, не деп айтады? Қазақшасын білсеңдер айтыңдар. Сол клад тауып алған кезде қандай үйден? Адам тұрмайтын үйден да. Адамдар заброшенный үйде. Егер де сен сол тауып алған затың дейді, адам тұратын ауыл болса дейді, адамдар тұрады, адамдар осы неде тұрады, осы ауылда. Одан адамдарға сен айту керексің. Осындай табылды ақша. Өйткені ол бір адамның ақшасы болуы мүмкін, осы жақта тұрғылықты бір адам. Сондықтан бұның үкімі қандай? Лұқата сияқты адамдарға 1 жыл бойы сен аласын түсіндіресің, мынау мынандай, бірақ ішіндегі бүкіл заттарын айтпайсың. Тапқан затын мынанша грамм алтын, мынанша грамм деп айтсаң болмайды. Тек қана общий айтасың да, табып алған. Басқа келген адам, егер шынында да соның хозяйны болса, құлпы мынандай, кілті мынандай, түсі мынандай деп бәрін суреттеп берсе, значит ол адам соның несі, хозяйны. Ол подробностьтерін егжей-тегжейін айтпайсың оған. Ішінде мынанша зат бар еді деп. Өйткені бәрі менікі деп шығады. Ал шынында да оның басшысы оның бәрін біледі. Саған бір адам суреттеп берсе, бәрін, сосын соған бересің, соны қайтарасың. Ал егер суреттей алмаса, значит ол алдақшы. Ішіндегі затын айтамаса, мынандай деп. Енді ол түсінікті, ол қандай жерде болса, егер ол адам тұратын жерде. Ал енді бір жерден тауып алдың, ол жерде адам тұрмайды. Адамдардың бәрі кетіп қалған, сұрайтын ешкімнен жоқ. Онда не істейсің? Оны бағанандай риказ, қазына, клад сияқты санайсың. 5-ші бөлігін неге бересің? Мұсылмандардың қазынасына бересің. Хумус деген 20%. Тауып алған жаңағы кладтың 20%-ын, біраз ғой, 20% деген біраз ол. Соны не істейсің? 5-ші осы жерге дейін жетеді. Қазір арабшамызды өтейік. 612-ші хадис.
Арабшамыз. Қайқа келдік кеше арабшадан? А, 40-шы бет. 46 сияқты 46. 46. Міне 46 болса. Сабақтың үстіне сосын нелерді істейміз. Жаттығулар. Кеше мынаны айтып кеттім мен сіздерге. Иә. Хуруфул жарлар. Би, ли, фи, мин деген соның алдына мәні қоссаң, одан кейін бима, мимма, фима деп шығады. Сол кезде әлифін, мәнің әлифі түсіп қалады деп айттық. Әлифі түсіп қалады деп айттық. Мысалы, мына фима кунтум, қолу фима кунтум. Сендер қандай жағдайда болдыңдар деп айтады. Күнна мустадафина деп айтады. Біз деген қандай әлсіз жағдайда болдық деп мына жерде жалғасы бар. Сол жерде фима деген кезде мынау фи мен мәнің қосындысы, екі сөздің қосындысынан осындай фима деген сөз шықты. Соны біліп жүріңдер. Ертең Құранда келген кезде амма ятасаалун. Не ол амма деген сөз? Ан мен Фима анта мин зикроха деген болады. фима анта мин зикроха. Дұрыс. Фалима неліктен? Бима. Осылардың бәрі екі бә мен мәнің қосындысынан. Оны біліп жүріңдер. Так, кеше сосын мынаны оқыдық. 47, 40-нан бәрі. Сендерге айттық, бүгін не жазамыз деп? Бүгін диктант жазамыз. Ба? Диктант сразу бастаймыз ба? Сабақтың басында или сабақтың соңында жазым келе ма? Басын бастайық. Басынан жазамыз ба? Аленор, Абдурахман, бірінші номер бол. Абдульбар, вторым номером будь. Аймран, третий номер напиши себе. Аленор, так и так, 4-й написано. Ахмад, 5-й будет. Так, диктант не істейміз? Соңында жазамыз ба? Давайте. Иә, соңында. Я, давайте соңында. Соңында жазамыз. Так. Есіме салып қойыңдар, я могу забыть. Так, в общем, міне, әл-исмул маусул деген бізде қағида. Жазып алыңдар. Дәптерлеріңде болса жазыңдар. Дәптер болмаса осы кітаптың үстіне жазсаңдар болады. Исму әл-маусул. Әл-исмул маусул. Қандай сөздер олар? Әлләзи, әлләти, әлләзәни, әлләтәни. Осылар. Әлләи, әлләзина. Былай ғой, в общем, жекеше түрде, если в единственном числе, единственное число, в мужском роде, мужской род, ертегісінде, ертегі жекеше түрінде, әлләзи болады. Джа талибу ләзи наджаха. Пришел студент, который преуспел. Қандай толип келді, қандай студент келді? Қазақша қалай болады преуспел? Айтыңдар қазақшасын білсеңдер. В общем, мағынасын түсіндіңдер де, наджаха деген жетістікке жетті деп айтамыз ба? Жетістікке жеткен. Әлләзи деген мужской род па? Әлләзиді мужской родқа ертегісіне қолданамыз. Единичное число, да? Иә. Единичное число. Табысқа жеткен студент келді. Табысқа жеткен студент келді. Орыс тілінде оны который деп аударамыз. Қазақ тілінде ол қан, кен деген жұрнақтар. Жеткен, көрдіңдер ма? Тағы да бір сөз ауыстырайық. Хәл қарата рисалата аллати маака. Ты прочитал письмо, которое с тобой. Сен өзіңмен бірге болған жаңағы нені хатты оқыдың ба? Болған, көрдіңдер ма? Болған. Міне қан, кен, ған, ген дегенше сондай нелер жұрнақтар соңында, міне қазақ тілінде. Көрдіңдер ма? Так. Маи әл-қаламани ләзәни ағастухума минка. Енді екілік түрде, мұнан бәрі жекеше түрде болды жаңа. Жекеше түрде. Біріншісі де жекеше, екіншісі жекеше. Енді үшінші түрінде ол екілік түрде.
Менімен екі қалам дейді. Сенен алған кезінде сенен алған көрдің қайтып ған деп келді. Алған. Әлләзәни қаламани. Хараджати талибатани латани фарагата. Вышли две студентки, которые освободились. Екі студент қыз босаған шықты дейді. Неден? Жаңағы экзаменнен босаған болсын, сабақтан босаған көрдіңдер ма? Босаған болды. Осы ған, кен, ған дегендер, осы жұрнақтар не? Орысшаға бізде который, которая деп, которые деп. Енді төртінші жағдайда, бұл көпше түрінде әлләзи бар ма? Бағана екеше әлләзи. Соған нун қосамыз. Әлләзина нунды алғанды. Ал әйел түрі әлләти болу еді ғой, естеріңде? Әлләти екінші түрі міне әлләти. Сол әлләи болады. اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. اللائي من اللائي дегеніміз мағынасы Ана жерге әлләни деп тұр. Ой. нун емес ол хамза. Содан кейін я келген. Әлләи, ол и ол. Очень қараңдар. Жекеше түрі әлләзи, көпше түрі әлләзина. Жекеше түрі әлләти, көпше түрі әлләи. Екілік түрлері әлләзәни мен әлләтәни. Әлләзәни мен әлләтәни. Түсіндіңдер ма? Иә. Так, енді оқиық ал. Исм маусулдың мысалы бар бізде. Міне біріншісін оқиды бізге Абдурахман, сен біріншісің ғой, мына оқы мынаны оқы. أحب الطعام الذي تطبخه أمي معلم الذي ندرسون ممتاز. Аударайық енді қараңдар. Біріншісі мына оққан пример, мысал Абдурахман, ол лил муфрат жекеше түрге біріншіден, және әл-музаккар ертегі. Екеуі де жекеше түрі, екеуі де ертегі, әлләзи. Біріншісі я люблю еду, которую приготовила моя мама. Которая. Қазақшасын айтайын. Менің анамның дайындаған тағамын жақсы көремін. Анамның дайындаған, міне көрді ма? Дайындаған. Көрді ма? Дайындаған. Астындағысы. Әл-муаллиму ләзи деген бар ғой. Учитель, который нас обучил, хороший, прекрасный, мумтаз дегеніміз, отличный деген сөз. Қазақшасын аударайын. Бізді үйреткен мұғалім керемет. Үйреткен, көрдіңдер ма? Кен деген не қосылды? Жұрнақ. Қан кен, ған ген деген сөз. Екінші мысалды бізде оқиды Абдулбар, сізді кезегіңіз. Вот это вот. Эль-Мусанна әйел тегіге қалай оқылады? Лил-Мусанна екілікті. للمثنى المذكر. Әл-Музаккар, я. Ертегі, бірақ екеу олар, екі еркек. Ал мысалын оқы. Уасала. وصل الضيفان اللذان ألف بر اللذان كنت أبتظر أنتظرهما. أنتظرهما. أودريدا.
Васаля, қазір аудару, мына бірінші аудару. Васаля дайфани. Пришли двое гостей, которых я ждал. Менің күткен екі қонағым келді. Күткен, көрдің ба? Кен деген жұрнағы бар. Менің күткен қонағым, екі қонағым келді дейді. Астындағысын оқы. Айна. أين كتابان اللذان 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 كأن النمس كان هنا. هنا Где две книги, которые были здесь? Мына жерде тұрған екі кітап қайда? Тұрған, көрдіңдер ма? Ған деген жұрнағы бар. Мына жерде тұрған екі кітап қайда? Бұл ертегі кітап деген. Бірақ екеу олар, екеу. Әлләзәни болды. Бағана әлләзи болды, мына жерде әлләзәни болды. Үшінші мысал, Аймран, третий ваш, вот это вот третий пример ваш. Читайте. لجمع المذكر العاقل. Мужской род, но لجمع множественное число. Мужской род, но когда множественное число, много их. Тогда нун добавляем. Не аллази, а аллазина. Читайте пример. Фахима. أو Пример читаем. Фахима туллабу. فهم الطلاب الذين أنصتوا للمعلم أين ذهب الرجال الأولى عاشوا قبلنا. Первое сначала переведем. Фахима туллабу الذين أنصتوا للمعلم. Поняли студенты, ученики, которые... Если хочешь перевести, давай, переводи. слушали учителя. Поняли студенты, которые внимательно слушали, молчали учителя. Во время урока учителя. Второй тоже переведи. أين ذهب الرجال الأولى عاشوا قبلنا. Куда ушли мужчины первые, которые ночевали до нас? Смотри, вот здесь уля. Думай, что это уля. Это не уля. Аллавина, у нее есть второе еще значение. Уля, не уля, а уля. У нее мана одинаковая. Что аллазина, уля, это одновременно. Одно и то же. Куда ушли мужчины, которые, переводишь, не первые, которые жили до нас? Біздің алдымызда тұрған еркектер қайда кетті? Қараңдар. Біздің алдымызда тұрған еркектер қайда кетті? Уля переводится так же, как алладина. Запомни, Имран. Хорошо? Один и тот же. هذا هو الأكثر في الأسماء أولى لكن يجوز الاستعمال للجمع المؤنث غير العاقل أيضا. Так, пусть нам прочитает Лукман, прочитай нам пример, когда для женского рода единственном числе аллати. Вот примеры, вот первый пример. Ярда. التي يرضى الله عن المرأة التي تطيع زوجها. Переведем давай. Подожди. Сначала первый переведем. Ярда Аллаху аниль мар'a. Как переведешь? Ярда Аллаху аниль мар'a.
Аллах доволен Аллах доволен женщиной, аниль мар'a, женщиной, женщиной, которые, которая которые которая подчиняется мужу. Тути'у заужаха, подчиняется мужу. Понятно? Подчиняется мужу. Слушается тоже мужа. Понятно? Так, давай второй прочитай и потом переведи его. Карату. قرأت رسالة التي أرسلتها إلي. Илейя. Хорошо. Переведи. Я прочитала сообщение, которое Угу. сама отправила. Ты мне отправил. Молодец. Ахсанта. Вот здесь сообщение, либо письмо, да, в русском языке среднего уровня. Говорим про письмо, которое сообщение. Но в арабском языке рисаля, она женского рода. Видите, тамарбута. Женского. Из-за этого мы судим не русским языком, мы судим арабским языком. Рисаля, так как женская, используем женский род. Аллати. Понятно? Так, Алинур. Алинур, почитай нам вот эти предложения. До сих пор в женском роде мы. Халь ахаста. هل أخذت الكتب Вот здесь التي не делите, على ребята, не делите кутуба, потом аллати, не делите. Вместе, вот это аллази, аллати надо вместе читать. Кутубаллати, вместе надо читать. الكتب التي على مكتبي Подожди, все. بالسيارة. Не, это не читай. Вот здесь предложение закончилось. Теперь переведи. هل أخذت الكتب التي على المكتب? Переведи. Ты взял Ты взял книгу, книги, множественное число, не китаб, а кутуб, видишь, книги, которые которые на столе. на столе. Ты взял книги, которые на столе лежали. Қазақшасы. Сен үстелдің үстінде тұрған кітаптарды алдың ба? Тұрған, көрдің ма? Әллати тұрған деген перевод тұр. Астындағысы мынаны оқы. سيارة التي في الطريق طريقة Сайярату, вот это ро надо протянуть. Машины, سيارة машины, которые которые в дороге быстрые, да? Сариату, быстрые. быстрые. Жолдың үстінде тұрған машиналар тез. Жолдың үстінде тұрған машиналар тез жүреді. Түсіндің ба? Так, кім шығып кетті да бізде? Мұхаммад вышел. Ахмад, сен оқи. Ара, екілік түрде, бірақ қыздарға айтамыз. Әйел тегі, қарай, әллатәни дейміз. Вообще, әллати, вот она, женский род. Жекеше түрі, единственное число. Но если их два, будет әллатәни будет. Ахмад, ана, наджахат, оқы, наджахат. نجحت الطالبتان اللتان İçtehadete. اجتهدتا. Жақсы оқыдың. Аударып көрші енді. Наджахат, преуспели. Две студентки, которые что? Иштихадата. Проявили усердие. Нормально? Проявили усердие. Екі иштихад істеген екі студент қыз
табысқа жетті. Наджаха табысқа жету дедің ма? Екі istihad еткен екі қыз, студент табысқа жетті. Понятно? Аллатани, вот мы используем слово аллатани. Так, и еще давай используй аллаи, немесе аллати. Екеу мағынасы бар. Множественное число. Мынау екілік тұр, мынау жекеше тұр, мынау көпше түрі. Үш және одан көп адамға қолданады. Аллаи немесе аллати. Оқы, Құранында қалай келеді? Фас'алху ма балу. Ахмад, сіздікі. Оқыңыз. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأله ما بال نسوة التي التي قطعن أيديهن. قطعن أيديهن. Қолдарын кескен әйелдер. Әлләти келді міне. Және де әлләи деп те айтуға болады. Оны да оқи сал. Укриматил муаллимату. Оны да оқи сал. Астын, Ахмад. Укриматил муаллимату ләи яшрахна жайидан. Бұл жерде көріп тұрсыңдар, әлләи келді. Мағынасы бар. Әлләи мен әлләти деген бірдей. Мына жерде де әлләдина мен ула дегеннің мағынасы бар. Так. Субханалла, қараңдар. Мынау төбедегі заттар бар ғой, айтып аттық қой мысалы. Әлләзәни, әлләтәни, аналардың бәріне. Кімдерге қолданасың? Ғойру ақылге қолдансаң да болады. Мына жерде ақылге қолданасың. Әлләи деген ақыл. Адамдарға мысалы. Мына жерде мән мен мә деген сөз бар бізде. Мәннің мағынасы Ама ол ғойру ақылге қолданады. Ақылсыз заттарға қолданасың. Мысалы, ләм афхамху ма культа. Я не понял, что ты сказал. Ма деген жерде мағынасы ма афхаму әлләзи культа деген мағынада. Әлләзи деген мағынада. Я не понял, что ты сказал. Или қада арафту ма фаальта. Я знаю, что ты совершил, сен істеген затыңды білем деген. Так вот, иногда вот эти вот слова мә деген сөз әлләзи мағынасына келуі мүмкін. Кейбір кезде вот мән деген сөз, мынау мән әлләзина деген мағынада келеді. Мысалы, ухиббу мән яттабиу ас-сунна. Я люблю, кто следует сунне. Міне мән мағынасы әлләзи деген мағынада. Ахтариму мән яттабиани. Мән деген мына жерде мағынасы әлләзина деген мағына береді. Түсіндіңдер ма? Әлләзина деген мағына береді. Мән мен ма дәл осындай прям такие же значения дают, как вот эти мы прошли. Они тоже, вот эти слова исмуль маусуля же у нас, исмуль маусуля. Так вот это мән и ма тоже исмуль маусуля может быть. Так, давайте упражнение делать. Сендер мына жерден не шығару керексіңдер? Қайсы исм маусул екенін шығару керексіңдер. Бірінші пример покажу я вам, первый пример. Ла а'рифу ма фи хазал кис. Я не знаю, что в этом пакете. Мен мына пакетте жатқан затты білмеймін. Жатқан, көрдіңдер ма? Осы жерде мә дегеніміз ол исм маусуля болады. Міне мә. Жазасың мына жаққа. Ол неге указывает? На что указывает? Ақил ма, ғойру ақил ма? Ғойру ақил деп жазасың. غير عاقل. Ақил. Өйткені біз бағана айттық қой. Мә деген ғойру ақилға көмектеседі. Мән дегеніміз ақилге не қылады? Указывает на ақил. Енді давай, Абдрахман, сен айт, екінші примерді оқы. Ухиббу деген. Сосын бізге айтып бер. أحب الطلاب الذين يجتهدون الذين
Исм Маусуль. А Молодец. это у нас, это мужской род у нас. Это Мужской род, указывает правильно. на акл указывает. Акель, молодец, потому что студенты, да? Студенты. Я люблю студентов, которые проявляют усердие. Мен иштихат істеген студенттерді жақсы көремін дейді. Жақсы. Правильно. Абдулбар, екіншісін оқы. Абдулбар. إر إرحو إرحموا Ирхаму. Мгм. إرحموا أحلى ألا رضي يرحمكم من في في Ман سا фиссама. في Ман السماء. фиссама. Ирхаму ахлил арды, ярхамукум ман фиссама. Бұл хадистің несі бөлігі. Ирхаму деген рахметіңдер дейді, жердегі адамдарға. Сендерді аспандағы рахмет ет дейді. Түсіндіңдер ма? Жерде тұрған адамдарға рахмет етсең, сені кім рахмет ет? Аспандағы, то есть Алла. Осы жерде мән деген сөз келген. Который переведем. Мән. Бұл ақылға қолданамыз ба, ғойру ақылға қолданамыз? عقيل عقيل Дұрыс айтасың, мән деген ақыл. Бұл жақта Алланы айтып отыр ғой бізге. Ярхамукум ман фиссама. Мән дегенде Алла бұл жақта имеется в виду. Ман фиссама дегенде бұл жерде Алла. Оны ақыл, конечно, ақыл айтасың. Это ақыл. Так, келесі, үшіншісі. Имран, прочитай нам вот это предложение. العصافير التي على الشجرة كثيرة. أستاذ Мгм. Ну, то, что я выделил. والعاصي التي على شجرة كثير. Попробуем перевести. Торгайлар, воробьи, которые на дереве. воробьи, которые на дереве, Много, да, количество их много. на дереве, где много яблок. Нет, нету здесь слова яблок. Их много, имеется в виду. Просто этих воробьев много. Вот здесь аллати, который здесь пришел из Маусуля. Ты его куда отнесешь? Акиль это будет или гойр акиль? Гойр акиль, потому что это животное же, правильно, животное. Это мужской род, либо женский род? Аллати. На что указывает? На... Женский род. Правильно, женский род. Аллави это мужской, аллати это женский. Молодец, Ахсанта. Так, это Амрон был, да, у нас? Лукман. Лукман был. Аймран, у тебя вот смотри, Хуранический аят, прочитай его. والذي واللذان يأتينها منكم فآذوهم. Азухума. Хорошо, у Ширле валлазани пришло. Это у нас на что указывает? На единственное или множественное число? Множественное. А может двойственное число? Валлазани. Да, на двух числах. Двое. Двойственное. Я специально тебя хотел запутать. У нас есть единственное, у нас множественное, еще есть двойственное число. Ехрик был. Мужской род, либо женский род? Мужской. Правильно. Женский род был бы аллатани был бы та. А здесь даль, значит женский. Молодец. Мужской, то есть молодец. Так, келесі, Алинур, у тебя тоже хуранический аят, вот. Сират аль-ладина, ты постоянно читаешь это в Коране. صراط الذين
Алейхим. Да. Суре Фатиха. Теперь скажи, Аллазина. где здесь исм маусуль? Где это? Какое слово? Исм маусуль. Аллазина. Молодец, аллазина. На что она указывает? А? На множественное число, на единственное число или на двойственное число? Путь, которым Аллах, путь, ее много, да, путей? Путь Аллаха. И она одна дорога правильная. Аллазина. Как это? Что, многими путями, что ли? Это пути шайтана, их много. А путь Аллаха, он один. Алладин — это единственное число. Здесь, да, сират алладина. Мы же здесь, алладина. Здесь. Алладина через нун пришло. Правильно. Алладина пишем. Вот этот нун указывает на множественное число. Мужской род, либо женский род? Ертегма, ертегма. Мужской. Аллати, да, алладина это у нас мужской, аллати или аллати это женский род был бы, правильно. Теперь укажи это. Ахаль либо гойру ахаль. Дорога это имеет ахаль либо не имеет ахаль. Дорога. Гойру акиль. Молодец, Ахсанта. Вот так вот. Келесі Ахмад. Қазақшасымен давайте я вам скажу на русском и на казахском как будет. Исмуль маусуль, который тема сегодняшняя, бүгінгі тақырыбымыз исмуль маусуль, означает қазақша қатыстық есімдік. Қатыстық есімдік. На русском будет называться относительное местоимение. Относительное местоимение. Местоимения у нас разные же бывают. Мысалы, я, ты, мы, он, она. Это одно местоимение. А если твое, да, его, ее, это тоже местоимение. А вот это называется относительное местоимение. Қатыстық есімдігі. Біліп жүріңдер, қазақша необходимо знать, да, на русском языке, как это на русском языке правильно называется. А на арабском называется исмуль маусул. Так, кімге келіп едік жаңа? Ахмадқа келдік. Ахмад, сен білетін аятың мынау сен білетін аятың оқып бер. رأيت الذي يكذب بالدين. Қайда исм маусул? Қай сөз исм маусул? Аллази дұрыс па? Я. Это у нас исм маусул. Бұл жерде қандай тұр ол? Женский род па, мужской род па? Әйел тегі ма, ер тегі? Ертегі. Ер тегі дұрыс. Қыз болса әллати болады, тәмен болады. Жекеше түрі ма, көпше түрі ма, екілік түрде тұр ма? Көпше. Қала әллазина нун болса көпше болады. Әллази болса жекеше түрі. Ал екілік болса әллазани болады. Әллазани, алиф болады. Мынау жекеше түрде тұр. Жаттап ал, Ахмад, не ошибайся. Так, Мухаммад пришел у нас, наконец-то. Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум. Давай тебе дадим последнее предложение вот это. И завершим этим самым. Аллати, читай. التي تطلع على على أفئدة. على الفائدة. أفئدة. إنها ليس مصدر ممددة. Ты знаешь эту суру. التي تطلع على الأفئدة. Вот здесь التي. Как будет на русском называться вот эта тема? Скажи, исм маусул. Маусул. Хорошо, переводится как который, которая, которые, да? Переводится как который. На русском языке это относительное местоимение. Теперь вот это слово аллати с буквой Т, это указывает на мужской род, либо женский род. Если с буквой Т, аллати. Это, значит, будет это как там, женский род. Женский род. Теперь скажи, это множественное число, двойственное число или единственное число? Множественное.
Множественное слово будет алла-и будет. Аллати просто аллати, это женское, единственное число. А если бы двойственное, аллатани было бы, аллатани. Это единственное число, запомни. Так как ты в начале урока не был, Мухаммад. Так, ат-талибу наджаха. Называется. Диктант. Диктант. Сейчас можно напишем диктант? М? Как вы смотрите насчет диктанта? Да, сейчас. Давайте Сейчас. сейчас. Я вам домашнее задание дам сейчас, потом диктант напишем, да? Так, Устаз. домашнее задание. Устаз, Да, слушаю вас. у нас ручек и карандашов нету. Там и тетради, Да, да, ничего да. нету. Анала, да, решать надо эти проблемы. Студент, он всегда должен у него быть ручка. Купите, возле дома много же беколя. Домашнее задание, ребята. Да и книг, наверное, тоже нету, да? Так. Не, книги там есть. Так, тогда вот так сделаем, ребята. Там. Сейчас вы будете писать тогда на сотовом телефоне, либо на планшете. В общем, пишите хоть каким-то образом. Хотите, можете на земле можете написать. В заметках? Можете. Да, в заметках. Главное, арабским языком, арабскими буквами напишите. Я сейчас правила сначала объясню, домашнее задание. Смотрите, 57-я страница. Елужит чебет, южумса. Что здесь необходимо сделать? Аль-китабу аллази аля аль-мактаби муфид. Здесь вам единственном числе, жекеше түрде. Сіздерге екілік түрде қалай болатынын жазу керексіңдер. Аль-китабани аллазани скажете. Аль-кутубу аллазина. Түсіндер ма? Аль-кутубу аллати. Кутубу аллати будет. Қараңдар. Когда множественное число, бір зат бар ғой, бір зат көпше түрде болған кезде, бір зат көпше түрде болған кезде, оның исм маусуля женский род болып келеді. Его исм маусуля становится женский род. Как это доказать вам? Вот, смотрите. И вот примеры, когда мы рассматривали. Вот. Аль-кутубу ляти, вот он, видите? Аль-кутубу ляти. Хотя китаб он мужского рода, но кутуб, книг, когда много их, надо использовать женский род. Запомните это правило. Керек болады, но когда керек болады сендерге. В общем, мыналарды қара, аллази, аллазани, аллазани, аллати дегендерді мына жерге қоясыңдар. Сюда поставите. Домашнее задание в двойственном числе как будет и во множественном числе. Екілік түрде қалай болады? Және көпше түрде болады. Оны істейсіңдер. Сосын мына оның алдындағы мынаны пропустили тоже. 55-ші беттегі. Не істейсіңдер? Ат-талибу наджаха. Джа ат-талибу ладина. Да? Мы нашли ручку, только одна у нас есть. Ну тогда одну на двоих. Как только Имран напишешь, передавай ручку Рахману. Только не Хорошо, показывай, как ты пишешь, чтобы он сам отдельно. Смотрите, ребята, вот это домашнее задание. Ертегі жазасыңдар единственном числе мужского рода. Джа ат-талибу. Потом скажете джа ат-талибату. Қызға айтасыңдар. Конечно, здесь уже надо менять. Джа ат-талибату аллати скажете. Поняли? Меняйте. Мына жерде мысал беріп тұр. Ат-табибу аляджани. Меня вылечил, братья, да? Уасаля атиббау лазина аляджуни. Прибыли врачи, которые, қараңдар, көпше түрі. Аллазина будет. Вам надо будет здесь екілік түрде қалай болады? Аллазани. Сосын ертегі. Жекеше түрде бәрін жазып келу керексіңдер міне. Осыны. А вот здесь надо что делать? Ирбит байна кулли джумлатайни бисмиль маусуль мунасиб. Необходимо вам нужный исм маусуль поставить.
Хаза хуаль муаллиму. Это есть учитель. Аль-муаллиму юдаррисуна. Вот два предложения есть, міне екі сөйлем бар. Сендер ортасына бір әллазима, әллатима, әллатанима, әллазанима, қайсысын қоясыңдар. Соны екеуін біріктіру керексің. Мына первое предложение надо соединить со вторым. Я вам сейчас соединю ее. Хаза хуаль муаллиму аллази юдаррисуна. Вот это муаллимді түсіріп тастадым мен. Оның орнына әллази деген сөзді әкелдім. Әллази привез. Здесь вы должны подумать. Сафара талибани. Двойственное число. Значит, здесь аллазани надо использовать. Не аллази, а аллазани, потому что их двое. Кутуб, значит, во множественном числе. Умарридатани, аллатани будет. Аль-макатиб, не, аль-мактабат, значит, во множественном числе женский род. Осылай қойып шығасыңдар. Сендер көп бермеймін, ребята, много не дам я вам. Вот это новое правило я потом объясню. 59. Это вам на следующем уроке я вам объясню. Осы елу сегізде міне елу сегіз сделайте. Елу жетіні істеңдер. Елу алтыны істеңдер. Елу бесті істеңдер. Болды. Елу бестен бастап міне. Төрт-ақ бет. Домашнее задание специально много не даю вам. Аз беру от Мадия. Сендер үлгеріп спокойно, не спеша могли сделать. Хорошо? Сейчас достаем ручки, ребята. Пишем. Диктант. Барлықтарында бар ма ручка қағаз? У кого нету, пусть пишет себе на заметку в телефоне. Алинор, есть у тебя? А то ты не пишешь. Диктант всегда не пишешь. Менде бар. Жазам ғой. Бар. Все, давай, жаз онда. Первое слово. Аль-Акил. Аль-Акил. Ақылды деген сөз, ja? Разумный называется. Аль-Акил. Потом я вам сюда напишу, как правильно будет. Вы потом сверитесь, правильно написали или неправильно. Аль-Акил. Второе слово. Аль-Лазани. Болмадым дейсің ба? Успевать надо. Сейчас какое слово было? Первое было аль-акил. Второе слово аль-лазани, которые двое. Аль-лазани, которые двое. Третье слово. Колодец. Бирун. Ага, вас не слышно, можете повторить? Третье слово не слышно было, да? Да. Колодец. Бирун. Стас, у меня этого нету. Заметок и тетрадки с ручкой. Но это твои проблемы, Мухаммад. Твои проблемы. Следующее слово. Четвертое. Итмаанна. Ага, и как? Итмаанна. Быть спокойным, да? Быть спокойным. Итмаанна. Ханна, не Ханна, долбояб. Что там материтесь? Следующее, пятое слово.
Хатаун. Хатаун. Ошибка. Хатаун. Шестое слово. Марид. Марид. Больной. Марид. Марид. Следующее слово, словосочетание, екі сөзден тұрады. Келесі сөз, екі сөзден тұрады. Ана асифун. Я сожалею. Ана асифун. Я сожалею деген сөз. Екі сөзден тұрады. Ана асифун деген сөз. И последнее слово, соңғы сөз. Тез, быстро. Аляль фаур. Аляль фаур. Аляль фаури. Аляль фаури. Так, давайте теперь напишем. Бағанағы жазған сөздерімізді қазір мында жазамыз. Те, что мы написали. Потом вы скажете мне, у меня одна ошибка, у меня две ошибки, у меня три ошибки деп айтасыңдар. Бірінші сөзіміз болды. Аль-ақил, вот так пишется. Алиф лам, потом айн, қоф, илам. Аль-ақилу. Аль-ақилу. Мына. Осылай жазады. Аль-ақил. Астағфирулла. Мына жерде алиф. Алиф бар. Аль-ақилу. Әл-ақилу. Бұлай жазылады. Екінші сөзіміз әлләзәни болды. Алиф, лам, еще раз лам, екі лам. Зәл, алиф, нун. Әлләзәни. Әлләзәни. Келесі үшінші сөзіміз бе'ір болды. Бе'ір дегеніміз колодец, құдық. Бә, кәсірмен, мына жерде хамза. Би'рун, вот так пишется. Би'рун. Төртінші сөзіміз. Итмаанна. Ятмаинну, итмаан. Итмаанна былай жазылады. Хамза, то, мим, хамза, и нун шаддамен. Итмаанна. Итмаанна. Осылай жазылады. Итмаанна. Самое трудное слово. Осы жерде ең қиын сөз осы итмаанна шығар. Бесінші сөз. Хатаун. Хо, то и хамза. Хата. Хатаун. Алтыншы сөз. Марид. Маридун. Марида. Дот. Марида. Марида. Жетінші сөз, екі сөзден тұрады. Седьмое слово у нас из двух слов состоит. Ана асифун. Хамза, мынандай хамза қараңыз. Төбесінде несі бар? Толқыны бар. И сверху вот такая вот волнистая линия. Асифун. Ана асифун. Және сегізінші сөз. Аляль фаур. Быстро деген сөз. Аляль. Аля деген мына аля. Аль-фаур. Аль-фаур. Аль-фаури. Аль-фаури. Так, қараңдар. Аль-ақил, аллазани, би'рун,
اطمأن خطأ مريض أنا آسف على الفور. على الفور деген кезде мынау айн ләм и вот такая вот я бар соңғысында иә аля. Менде бір ошибка. Қай сөзде Абдурахман, қай сөзде бір ошибка? Бирун дегенде мен алиф обычный хамзаны ұзын салып жібергенмін. Алиф сияқты. Машалла, бір ошибка болса күшті. Абдулбар, неше қатең? Екі. Ахматта 2 қате. Қай жерде Ахмат 2 қате? Қай сөзде? Итмаанна дегенде не? Тәмен жазып қойдың ба тоғының орнына? Я. Аха, сосын тағы қай жерде қате? Екінші қатең қай жерде Ахмат? Сосын әл-ақил дегенде не? Әлифсіз жазып қойдың ба? Иә. Ақил деген, көрдіңдер ма, көп қате, бәрімізде осындай қате шығып болуы мүмкін. Ақил дегенде сөз болуы мүмкін. Дұрыс. Жақсы, 2 қате деген ол ерунда. Абдулбар, неше қате жіберді? Менде бір қате кетті. Қай жерде жібердің? Қай сөзде қате? Әл-ақилда. Ақилда тоже алиф жазбадың ба? Иә, алиф жазған. Мынау Абдулбар қара, әл-ләзәни деген екінші сөзде 2 ләм жаздың ба сен? Алиф, ләм, 2 ләм жаздың ба? Әл-ләзәни дегенде? Әл-ләзәни жоқ, бір ләм жаздым. Жоқта 2 ләм болу керек, қара. Алиф келеді, сосын 1 ләм, сосын тағы да 1 ләм. Ол жерде көрдің, осы жерде қате жібереді адам. Алинур, сколько у тебя? 2 қате. В каких словах? Итмаанна дегенде и аллазани дегенде. 1 лям написал, да? Да, 1 лям, а итмаанна мен тогда написал Т и мим и отдельно хамза. Мим и алиф, хамза надо вместе, да. Хорошо. Так, Мухаммад не писал, так как у него ручки не было. Мухаммад хоть на стене, хоть надо написать. Это как это? Ручки нету, это не этот. Нельзя так. Хоть на стене напиши, хоть мелом напиши на земле. Эмран, Лукман, вы что-то постоянно выкидывали вас. Вы писали? Последние слова, кажется, вы не успели написать последние слова. Услышали, написали. Ага, и что, где ошибки пропустили? У меня сейчас Сколько ошибок? у меня только 2 ошибки. На каких словах? Аллазани и итмаанна. Вот, у многих, оказывается. Аллазани, я... Вот сколько у тебя ошибок? Сейчас. أنا آسف Лукмана. على الفور без ошибки написали. أنا Лукмана 2. тоже 2 ошибки. У Очень него 2-3 ошибки 3. это нормально. 2-3 ошибки это нормально. Баракаллаху фикум. Домашнее задание поняли? Что надо делать? Да. Иншаллах, на уроке домашнее задание проверю. Новую тему объясню вам. Новая тема, что такое? Накира ма'рифа, да? Определенность, неопределенность. Вот эти темы я вам научу. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Валейкум ассалам. Алейкум ассалам.